Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Біз өтіп жатқан бөлім кәсіп пен еңбек, болашақ мамандықтары деп аталады. Біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы инженер болғым келеді ме және диалект сөздер туралы. Енді оқулықтың 78-ші, 79-ші бетіндегі оқылым мәтінімен танысып өтейік. Алдымен мен сіздерге инженер мамандығының салаларымен таныстырып өтейін. Инженер геофизик, инженер мұнайшы, тау-кен инженері, авиация инженері, теміржол инженері, инженер металлург, инженер механик, инженер құрылысшы, инженер технолог, инженер энергетик, инженер метролог және инженер топограф. Инженер қашаннан сұранысқа ие маман. Болашақта шығарылатын өнімге қатысты зерттеу жұмыстарын жүргізу, өнімнің конструкциясын жетілдіру және жаңарту, өндірісті техникалық тұрғыдан дайындау және өндірістік процесті ұйымдастыру сияқты қыруар жұмыс инженерлердің көмегімен жүзеге асады. Техника мен технологияның заманында мұндай мамандарға деген сұраныс 2 есе артып отыр. Инженерлік нанотехнологиялық ақпараттық жүйелерді жобалау, жетілдіру және іске қосу, басқару процестерін қамтамасыз ететін ғылым мен тәжірибеге негізделген мамандық. Сондықтан инженер мамандығы үлкен ізденісті талап етеді. Инженер мамандығы алғашқыда Италияда пайда болған. Ең алғаш инженер деген мәртебе Леонардо да Винчиге берілген екен. Кейіннен Францияда жаңаша түрі пайда болып, жан-жаққа тарай бастаған. Өнеркәсіп өндірісіне байланысты инженерлік техник, инженер конструктор, инженер технолог, инженер пайдаланушы, инженер экономист, инженер механик, инженер энергетик, инженер эколог, инженер жобалаушы және тағы басқа болып бөлінеді. Бүгінде бұлардың әрқайсының жұлдызы жанып тұр. Техника, технология, ақпараттық технологиялар саласында оқығысы келетін балалар өз ана тілімен қатар технология мен техниканың тіліне айналған ағылшын тілін жетік білуі керек. Екіншіден, таңдаған мамандығын сүюі керек және сол саланың толыққанды кәсіпқой маманы болу аса маңызды. Үшіншіден, әрқашан ізденісте болу, жаңалық ашуға құлшыныста болу маңызды. Себебі технологияның бір орында тұрмайтынына көзіміз жетіп отыр. Оқушылар, біз бүгінгі таңда инженер мамандығының жан-жақты екендігіне көзіміз жетті. Сендер бүгінгі сабақтан кейін әрқайсың инженер болғыларың келетіндігі сөзсіз. Талқылауға арналған сұрақтар. Инженер мамандығы заманауи мамандық па? Инженер болу үшін қандай қасиеттер қажет? Инженер болу үшін мектепте қандай пәнді жақсы меңгеру қажет деп ойлайсыздар? Оқушылар, осы сұрақтарға ойланып жауап берулеріңіз сұралады. Инженер мамандығы ол сұранысқа ие мамандық. Инженер шығарылатын өнімге қатысты зерттеу жұмыстарын жүргізеді, өндірісті техникалық тұрғыдан дайындайды, нанотехнологиялық, ақпараттық жүйелерді жобалау, жетілдіру, басқару процесін іске асыратын мамандық. Бұл кәсіп алғашқыда Италияда пайда болған. Инженер мамандығының салалары сан алуан.